Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз жет-желпек дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен менің анам дайындайтын. Бүгінгі видеода мен сіздермен өзімнің анамның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, бірге дайындауға кеңес беремін. Желпектеріміз өте жұмсақ және дәмді, әдемі көтеріліп шығатын болады. Ең алдымен біз ыдысқа бір жұмыртқаны жарып алып, және үстіне 2 ас қасық қант және де дәміне қарай кішкене тұз қосып, бір араластырып, үстіне сүт және суды қосып, тағы бір араластырып алатын боламыз шанышқымен. Және де достар, сүт пен судың температурасы маңызды емес. Енді ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Мен ұнның бәрін бірден салмаймын, әрине, себебі маған жұмсақ қамыр керек. Біздің қамырымыз қолға кішкене жабысып тұрғу керек. Сол кезде бізде пісіретін желпектеріміз өте жұмсақ болады. Ең алдымен мен шанышқының көмегімен қамырымызды араластырып отырып илейтін болам, одан кейін қолмен илейтін боламын. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз шамамен 10-15 минут тұрды. Енді жұмыс істеуге ыңғайлы. Көріп тұрғандарыңыздай видеода қамырымыз қолға сәл жабысады, ештеңке етпейді әрине. Астына ұнды себе отыра қамырымызды 8 бөлікке бөліп аламын домалақтап. Қамырларымызды шетінен жаятын боламыз. Сіздер толығымен жайып алсаңыздар болады, немесе шетінен жая отыра пісіріп отырсаңыздар болады, мен сияқты. Біздің желпектеріміздің қалыңдығы шамамен 3-4 мм болады. Желпектерімізді жақсылап қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Екі жағын бірде шамамен 25-30 секундтан. Желпектерімізді қуырып жатқан кезде, егерде ортасы тимей тұрса, дәл видеодағындай қолыңызда шанышқы болса, шанышқымен немесе мен сияқты қасықпен көтеріп ортасын тигізіп жіберуге болады. Себебі егерде ортасына май тимесе, онда ортасы дұрыс көтерілмей қалады. Көріп тұрғандарыңыздай видеода желпектеріміздің толығымен майға батып тұрғаны және де толығымен жан-жақтары әдемі көтерілгені. Біздің бүгінгі желпектерімізге ешқандай да ас содасы және де ашытқы қосылмайды. Ешқандай да ашытқы, ас сода қоспасақ та, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көтерілетін болады. Осымен біздің желпектеріміз дайын. Барлықтарыңызға көп рахмет видеоның соңына дейін қарағандарыңызға, және де дайындап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.